Ассалаумағалейкум, менің сүйікті оқырмандарым, сүйікті менің тыңдармандарым. Мен сіздерге бүгін, әсіресе әйелдер қауымы, сіздердің маған ұсыныстарыңызды мен тыңдадым, оқыдым, біразыңызбен түнімен сөйлесіп шықтым. Неге шынында айтпасқа деп шештім. Алдағы уақытта менің видео релистерімді өткізіп алмас үшін, жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп лайк басып қойсаңыздар болады. Әрине, коммент жазатын болсаңыздар көптік етпейді. Әрине, жақсы, позитивті адамдарды өзіме тартамын деген ойдамын. Ал ендеше маған көп қыздардың сұрағы мынандай болды. Айсұлу, сен массажда жүргеніңе осы біраз жыл болып қалды, бірақ саған сұрақ қояйын деген едім дейді. Иә, күйеуіме массажға бармайсың десе, ол халал массаж шыққан. Сол халал массажға барамын деп кетіп қалады дейді. Халал массаж бар ма дейді жалпы. Халал, харам деген массаж жоқ. Әрине, егер еркекке еркек адам, әйелге әйел адам жасайтын болса, оның мұнда ешқандай күнәсі жоқ. Сондықтан қыздар, ерлеріңіздің қайда кетіп жатқанын, қайда барып массаж жасатып жатқаны жайлы қызығырақ болатын болса, және оны сіздер барғанын қаламайтын болсаңыздар, онда неге өздеріңізге сол массажды үйреніп алмасқа? Менде барлығы сертификатталған. Егер менен нақты үйренгілеріңіз келетін болса, астыға номерді жазбаша түрде қалдыратын боламын. Сол номерге шығыңыздар, мен сіздерге для себя массаж жасауды үйрететін боламын. Сондай-ақ кейбір аналар баласына массаж жасауды біреулерге жасатады, бірақ оның жылатып, ауыртып, ертесіне синяк болып жатқан денесіне көгертіп тастағаны ұнамай жатыр. Сондықтан өздеріңізге, бала шағаңызға массаж жасауды үйренгілеріңіз келетін болса, өте арзан бағада мен сіздерге үйрететін боламын. Әрине, мен бұлай оқытып бастаған жоқ едім. Сондықтан осындай бір әйелдердің бойы тұрған кезде неге мен жәрдем бермеске, қолымдағы бар нәрсемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Алдағы уақытта талай қызықты видеолар салатын боламын.